Өмір деген бір минуттық сәт. Әрбір адамның өз тағдыры, өз хикаясы бар. Біреуінің хикаясы ерте бітеді, басқасының хикаясы романға ұласады. Бәлкім өмір романын жазып шығу үшін мықты қалам қажет шығар. Бұл өмірге деген құштарлық. Қымбатты кітап сүйер қауым, қадірлі оқырман. Бұл Жәмила Бақтиярқызының өмір тағдырына арналған Бәйшешек атты кітабынан үзінді. Жалпы кітап оқырманға рухани азық қана емес, өмірге деген махаббат, өмірге деген құштарлық және күш-қуат сыйлайды.